Жәдігерлердегі тарих онлайн жобасы өз жалғасын табуда. Осы шығарылымда елбасы және тәуелсіздік залы туралы баяндаймыз. 2018 жылдың 6 шілдесі күні рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Қазақстан Республикасының елордасы Нұр-Сұлтан қаласының 20 жылдығына орай Ақмола облыстық тарихи-өлкетану музейінде елбасы және тәуелсіздік залының салтанатты ашылуы өтті. 20 ғасырдың 90 жылдардың ортасында жаңа мемлекеттіліктің іргетасы қаланды. Нұр-Сұлтан қаласы елбасының бірегей іске асырылған ойы, халықтың қуаты мен өркендеуін бейнелейтін жаңа тәуелсіз Қазақстанның мақтанышы, ұлы дала мемлекетінің елордасы. Тәуелсіздік тарихы модернизацияның үш кезеңмен сипатталады. 20-21 ғасырлар тоғысы Қазақстан үшін дүниені дүр сілкіндірген ұлы бетбұрыс уақыты болды. Егемен ел атанып, тәуелсіз мемлекет құру Еуразияның байтағын мекен еткен байырғы халықтың 1000 жылдық тарихындағы ғажайып сәт еді. Жеңіс пен жетістік жасқанбай алға ұмтылғанның еншісінде. Қазақстанды жоғары дамыған мемлекетке айналдыратын озат ойлы, жаңашыл да жасампаз азаматтары. Ол үшін әркім жан-жақты және кемел білімге дем қойып, қажырлы еңбек пен өзін-өзі толассыз жетілдіруді өмір салтына айналдыру қажет. Демек, бүгінде болашақ үшін құлшына іске кірісетін, жігеріміз жанып, санамызды өзгертетін сәт тағы туып тұр. Экспозицияның орталық бөлігінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері, елдің конституциялық заңдары, ұлттық валюта ұсынылды. Қазақстан Республикасы мемлекеттік туының авторы Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері Шәкен Ниязбеков. Қазақстан Республикасы мемлекеттік елтаңбасының авторлары белгілі сәулетшілер Жандарбек Мәлібеков пен Шотаман Уәлиханов. Қазақстан Республикасының мемлекеттік гимні әннің авторы Шәмші Қалдаяқов, сөзін жазғандар Жұмекен Нәжімеденов пен Нұрсұлтан Назарбаев. Бұл дүниеде біздің бір ғана отанымыз бар, ол тәуелсіз Қазақстан. Елбасы және тәуелсіздік залында Қазақстан Республикасының тәуелсіздігін сипаттайтын тәуелсіздік монументінің көшірмесі бар. Сондай-ақ, Қазақстан Республикасы президентінің резиденциясына қарайтын Ақорда макеті ұсынылған. Ақорда Нұр-Сұлтан қаласындағы Есіл өзенінің сол жақ жағалауында орналасқан. Елбасы жолы елдіктің жолы бөлімінде елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың шежіресі ұсынылған. Шежірені Қазақстандағы зерлеу техникасымен жұмыс істейтін жалғыз суретші зергер Айжан Абдубаид жасады. Зерлеу техникасы ол қазақ халқының мәдени мұрасы. Экспозицияда ұсынылған жәдігерлердің арасында елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа қатысты бірегей заттардың бар екенін хабарлауға қуаныштымыз. Ол комплектідегі іскерлік костюм мен спорттық костюм. Осындай бірегей заттардың біздің музейде тұрғанын мақтан етеміз. Себебі Қазақстанда осындай құрметке небәрі 4 музей ғана ие болды. Олар мемлекет басшысы туған Алматы қаласы, біздің елбасымыз еңбек жолын бастаған Қарағанды қаласы, тұңғыш президент музейі орналасқан Астана қаласы және біздің музей. Достар, келесі шығарылымдарда облыстық музей қорында сақталған бірегей жәдігерлер туралы айтамыз. Бізбен бірге болыңыздар.